Сізге басқа адамнан, танымайтын адамнан шотыңызға ақша түсетін болса, үлкен көлемде түсетін болса. Үлкен көлемде болсын, оның арасында алаяқтың жертвалары бар ғой. Солардың ақшасы сізге түскен болуы мүмкін. И автоматически, егер сіз ол ақшаны жұмсап қойып, қолданатын болсаңыз, автоматически сіз сол схеманың, сол группировканың соучастнигі болып таныласыз да. Ол дропер деп аталады. Дроперлердің екі түрі бар: осознанный, неосознанный да. Кейбір дроперлер ақша табамыз деп өзінің счет арқылы жүргізеді да транзакцияларды. Сол 1%, әртүрлі процент ұстап қалады, 10% дейік мысалы, баяғыда андай болды ғой, банкоматтың жанында маған ақша шешіп берші деп. Мен саған 100 мың шешіп берші, мен саған 10 мың теңгесін беремін деп. Сол кезде көп адам соған алданып шеше салады. Кейін ол ақша негізінде жаңадай мошеннический схеманың ақшасы да. И былайша айтқанда барлық дәлел, барлық улика жаңағы шешкен адамға келеді да. Каспиде енді дәл солай да. Банкомат емес, бірақ Каспиде сізге сол ақша түскеннен кейін сіз оны қолданасыз, нетесіз, 3 айдан кейін сізге счетыңыз блоктанып қалады. Сосын неге блоктанып қалды десе, енді выяснять етесіз ғой, барып іздейсіз, неге ондай болды деп. Сол кезде сіз сол кезде ғана білесіз. Оказывается, сізге заявление түскен, жаңағы алданып қалған адам сіздің счетыңызға жіберген.